Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге балдың емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Балдың құрамы мен қуаты жөнінде сөз қозғағанда, тағы да оның тарихына қатысты мағлұматтарды сырт айналып өте алмаймыз. Бұл өнімнің құнарлылығы әйгілі математик ғалым Пифагор өз естеліктерінде менің ұзақ өмір сүргенім балдың құдіреті деп тамсанса, философ Демокрит те өзінің бір ғасырлық ғұмырының өлшемін бал өнімімен байланыстырған екен. Білікті дәрігерлердің пікірінше, балды дәрумен ретінде еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін пайдаланғаны дұрыс. Себебі бал шипалы тағам. Құрамында адам ағзасына өте қажетті 70-тен астам зат бар. Бал жайлы мағлұматы аз деген жандардың өзі түрлі аурулардың алдын алуда оны жиі қолданады. Мәселен, жөтел тигенде сүтке қосып ішу, моншаға түскенде денеге жағу, бет терісін жұмсарту секілді қарапайым адамдардың өздері ақ білетін рецепттер жетіп артылады. Ал балдың бүгінгі ресми және халық медицинасында қолданылып жүрген қасиеттері қаншама. Балмен жоғары тыныс жолы ауруларын емдеуге болады. Бал ингаляциясын демалу арқылы балды ағзаға енгізу. Ингаляциялағанда бал мұрынның кілегей қабығы мен кеңірдекке ғана әсер етіп қоймайды. Өкпенің альвеолы арқылы қанға түсіп, денсаулықты нығайта түседі. Суық тиюден болған ауруларды емдеуге де болады. Суық тигенде балды жылы сүтпен, бір ас қасық балды бір стакан сүтке лимон сөлімен ішу ұсынылады. Суық тиіп ауырғанда балды дәрі ретінде қолдана отырып, 2-3 күн үйде отыру керек, себебі бал қатты терлетеді. Сондай-ақ шәйнекте қайнап тұрған суға бір ас қасық бал қосып, ауыз бен мұрынды булау тамақтың қызарғанын басады. Өкпе ауруларын емдеуге пайдаланылады. Гиппократ бал ішімдігі қақырықты түсіріп, жөтелді басады деп жазған. Ибн Сина туберкулез басталған кезде раушан гүлінің жапырағы мен бал қоспасын қолдануды ұсынды. Бұл қоспаны күндізгі сағат 12-ге дейін қолдануды тиімді деп санады. Балға қосылған орман жаңғағы да үздік создық жөтелден сауықтырып, қақырық түсіреді. Осы арқылы бал ағзаның туберкулез инфекциясына қарсы күресіне көмектеседі. Сонымен қатар балды жүрек ауруларын емдеуге қолдануға болады. Жүректің қалыпты жұмыс істеуі үшін глюкоза қажет. Балды қолдану жүректің бұлшық етіне жақсы әсер етеді. Себебі онда жеңіл сіңетін глюкоза өте көп. Балдың құрамында диастаз ферменттері болғандықтан ол жүрек маңы майларын жояды. Сондықтан жасы үлкен адамдар, жүрегі ауыратындарға бал жеу насихат етіледі. Неміс дәрігерлерінің айтуынша, балдан тіпті қант ауруымен ауырғанда да бас тартуға болмайды. Өйткені фруктозаны немесе ара балын енгізгеннен кейін жүректің қызметі жақсарады. Тәулігіне 50-140 граммнан, орташа есеппен 70 граммнан ұзақ уақыт бойы 1-2 ай бал жеу жүрегі қатты ауыратын адамдардың көңіл күйін көтеріп, оның қан құрамын қалпына келтіреді. Сонымен бірге гемоглобинді өсіріп, жүрек қан тамырларының айналымын жақсартады. Балмен асқазан ішек ауруларын да емдеуге болады. Балды асқазан жарасын емдеу үшін де қолданады. Мұндай жағдайда балды тамақ ішуден 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан соң 3 сағаттан кейін жеу қажет. Ең дұрысы ертеңгі және түскі тамақтың алдында 1,5-2 сағат бұрын, кешкі тамақтан соң 3 сағаттан кейін жеген жөн. Оны қайнаған жылы суға ерітіп ішу де жақсы нәтиже береді. Суға ерітілген балды жылылай ішу асқазан сөлін сұйылтып, оның ішекті тітіркендірмей тез сіңуіне көмектеседі. Керісінше балдың салқын ерітіндісі қышқылтылықты арттырып, асқазандағы асты бөгейді де ішекті тітіркендіреді. Сонымен қатар жүйке жүйесі ауырғанда қолдану. Жүйкесі шаршаған адамдардың күш-қуатын қалпына келтіру үшін кешке қарай 1 қасық бал және жарты лимон сөлі қосылған 1 стакан ыстық су ішу немесе 2 ас қасық бал жеу, 1 стакан бал суынан артық ұйқы келтіретін дәрі жоқ. Қан қысымы көтерілгенде де зығырдан 50 грамм, балдан 60 грамм, 220 грамм қайнаған суға қосып, күніне 2 рет ішсе қан қысымын төмендетеді. Ал бауыр ауырғанда қолдану. Бал құрамындағы глюкоза бауырдың да жұмысын жақсартады. Глюкоза тін жасушаларын қоректендірумен бірге бауырдағы глюкоген қорын арттырады. Тіндік алмасу жұмысын жақсартады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, яғни творогқа, сәбізге, лимонға, шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың, редьканың ішін өңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын
ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беруге болады. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм тастың жиналуынан сақтайды. Ал бүйрек ауруына балдың пайдалы болу себебі онда бүйрекке өте зиянды ақуыз аз, ал тұз мүлде болмайды. Бүйректе қиыршық тас бар болса, балды зәйтүн майы немесе лимон сөліне араластырып, бір ас қасықтан күніне 3 реттен ішкен дұрыс. Бал құрамындағы глюкоза бүйректің қатты қабынуы кезінде бұзылған қан мен тін арасындағы осмотикалық тепе-теңдікті реттейді. Сонымен бірге балды отадан кейін де қолдануға болады. Бет, жақ сүйек операцияларынан кейін ерекше диета қолдануға тура келеді. Шайнау толық мүмкін болмағандықтан әрі жұту қиындаған жағдайда ара балы таптырмайтын тамақ. Мұны ауру адамға итмұрын тұнбасының ерітіндісіне жемістен алынған сөлге қосып беруге болады. Науқасқа ақ ірімшік, жұмыртқаның сары уызы және қаймақпен араластырған сұйық бал берген дұрыс болады. Сұйық балды жегеннен кейін ауыз ішін дезинфекциялаудың қажет жоқ. Сондай-ақ ол жарақаттың жазылуына да қолайлы әсер етеді. Бір ғана балдың осыншама емдік қасиеті бар екенін сіз білдіңіз бе? Ал табиғи балды қайдан аламыз? Осы және басқа да пайдалы ақпараттарды білу үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз.